Қостанай облысы мешіттеріндегі Рамазан айының апталық жаңалықтары. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының биылғы жылы ислам және адал қоғам жылы деп жарияланғаны белгілі. Осы бағыт аясында Қостанай облысында бірқатар рухани және қайырымдылық шаралары өткізілуде. Алдымен Қостанай қаласындағы Аймағамбет Қажы Спанұлы мешітінде жамағатқа арналған бас имам сағаты ұйымдастырылды. Кездесу барысында Қостанай облысының бас имамы Бектұрсын Қажы Торғайбайұлы мешітке жанашыр болу тақырыбында уағыз насихат айтып, Алла үйінің қоғамдағы орны мен маңызын кеңінен тоқталды. Уағыз барысында мешіттің тек құлшылық орны ғана емес, рухани тәрбие мен бірліктің ордасы екені айтылды. Сонымен қатар жамағатты мешіт тазалығына мән беруге, тәртіпті сақтауға, намазға тұрақты болуға және ізгі амалдарды көбейтуге шақырды. Бас имам адал қоғам қалыптастыруда әрбір мұсылманның жауапкершілігі ерекше екенін атап өтті. Шара соңында ел амандығы мен бірлігі үшін дұға жасалды. Қасиетті Рамазан айының құрметіне аталған мешітте қайырымдылық шарасында ұйымдастырылды. Игі шара барысында көп балалы әрі әлеуметтік жағдайы төмен 11 отбасыға азық-түлік пен аяқ киімдер үлестірілді. Қостанай облысы бойынша зекет және қайырымдылық бөліміне жауапты Бақытжан Иқрамұлы жиналған жамағатқа Рамазан айының берекесі мен қайырымдылық жасаудың маңызы туралы насихат айтып, көмек пакеттерін мұқтаж отбасыларға табыстады. Рамазан айының ішінде қайырымдылық айы болғандықтан, бүгін Қостанай облыстық Аймағамбет Қажы мешіті біз 11 отбасыға Рамазан сыйын беріп жатырмыз. Алла тағала елімізге тыныштық берсін, дін ислам қуат берсін. Аталған шара қасиетті айда мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп, қоғамда мейірім мен жанашырлықты арттыру мақсатында өткізілді. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тапсырмасына сәйкес Қостанай өңірі бойынша жастар секторы менің алғашқы оразам тақырыбында мешітке келуші жастармен кездесу өткізді. Кездесу барысында жастар секторына облыс бойынша жауапты Алишер Ертайұлы сөз сөйлеп, Рамазан айының қадір қасиеті жастар тәрбиесі жайында насихат айтты. Шара аясында психолог, халықаралық және республикалық жарыстардың жүлдегері Рысхан Ибрагимұлы арнайы шақыртылып, жастарға оразан рухани және тәрбиелік маңызы туралы тренинг өткізді. Сонымен қатар облыстың бас имамы Бектұрсын Қажы Торғайбайұлы Рамазан айында өңірдегі мешіттерді аралап, жамағатпен кездесулер өткізді. Ораза басталғалы бері бас имам Рудный және Тобыл қалаларында, сондай-ақ Марал Ишан, Жайлаубай ата мешіттерінде, Меңдіқара, Әулиекөл және Сарыкөл аудандарында болып, жамағатпен жүздесті. Кездесулер барысында ислам және адал қоғам аясында әңгіме өрбітіп, ауызашар мен тарауық намазы алдында қазіргі таңдағы өзекті мәселелер, адалдық, отансүйгіштік, ауызбіршілік және еліміздің жарқын болашағы туралы уағыз насихат айтты. Қасиетті Рамазан айының құрметіне Қостанай облыстық Аймағамбет Қажы Спанұлы мешітінде қасиетті жұма күні игі шара ұйымдастырылды. Жұма намазына келген мешітке келуші халыққа тәттілер, құрма және су таратылды. Бұл шара Рамазан айының берекесін бөлісу, халыққа құрмет көрсету мақсатында өткізілді. Ассалаумалейкум, қадірлі жамағат, қасиетті Рамазан баршаларыңызға мүбәрәк болсын. Мінекей қасиетті Рамазанда күндердің сұлтаны жұма күні мешітке келуші кісілер жамағаттарға арнайы осындай су мен құрма таратылып жатыр. Алла баршамыздың дұғамызды қабыл етсін. Мешітке келген тұрғындар игі бастамаға ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын жеткізді. Қабыл болсын ниеттеріңіз. КМДБ-ның Қостанай облысы бойынша уақып қорына жауапты Ансаған Абдрахмановтың бастамасымен Иқро зияткерлік сайысы ұйымдастырылды. Осы жоба аясында қатысушыларға Ихсан кітабы таратылды. Жалпы саны 24 қатысушыға бұл кітапты 3 ай ішінде оқып шығу тапсырылды. 3 айлық оқу мерзімі аяқталғаннан кейін осы кітапты мазмұны бойынша арнайы білім сайысы ұйымдастырылатын болды. Сайыс барысында қатысушылар кітапты қамтылған тақырыптар бойынша өз білімдерін көрсетіп, интеллектуалдық бәсекеге түсті. Қасиетті Рамазан айындағы бұндай тағылымды шаралар алдағы уақытта да жалғасын табады.